Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписывайтесь және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Премьер-министр Күлгенов зейнетақыға қосала жалғануда индекстеу жұмыстары жүргізілетінін айта өтті. Өткен жылы зейнетақы индекстеу болды. Инфляция жоғары болса да 10-15 мың теңге төленді. Бірақ бұған адамдардың көңілі толмады. Халық қайта индекстеуді күтуі керек пе, деді журналистер Алтай Көлгеновке. Барлық реформалар халықтың табысын арттыруға бағытталған. Осы жылы инфляция рекордтық шықты. Бұл ешкімге жасырын емес, сондықтан алдағы уақытта индекстеу жүргізіледі деп түсіндірді Алтай Көлгенов. Ол биылдың өзінде шешім қабылдануға, бірақ алдағы уақытта индекстеу жүргізіледі. Әрине, алдағы уақытта индексация жүргізіледі. Жалақы индекстеледі. Дәрігерлер мен мұғалімдердің айлығы 25, ал медициналық қызметкерлердің жалақысы 30%-ға артуы өсіп отыр, деді. Жалпы барлық салаларда, тіпті жеке компаниялардың жалақы өсіп келеді. Бізде кәсіпорын одақтарында жұмыс берушілер мен жергілікті одақтар арасында үш жақты келісімде бар, деді вице-премьер.